Саламатсыздар ма? Үй жағдайында давление көтерілген кезде мен сіздерге қатты апан давлениесі көтеріліп тұр. Мен сіздерге қазір бірінші көмек көрсетемін. Массаж арқылы, нүктелі массаж арқылы давленияны түсіреміз. Тура осы жерді, екі жерді не аламыз? Терең тамыр кеткен жерді. Жақсы циркуляция жүрмегеннен кейін осылай давление көтеріледі. Бұның барлығы үй жағдайында. Өздеріңіз істесеңіздер де болады. 10 рет жасасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді екінші мойын жақты қалап болғаннан кейін, мойын жақ точкалы несіні істеп болғаннан кейін, енді құлақ жаққа өтеміз. Құлақ жағында тура осы точкаларды, екі точканы басамыз. Болды 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, міне енді тағы да үй жағдайында тағы бір айтып кетейін. Давлениясы шығып жатқан адам қатты жаурайды, қалтырап ше. Соның үшін бірінші міне саусақтарды қыздырамыз. Міне қызыды, иә? Қызыды. Барлығын осылай қыздырып аламыз. Қыздырып. Осылай қыздырамыз, қатты қыздырамыз. Енді қараңыздар. Таза 2 граммдық шприцін алдым. Аламыз да. Барлық саусақтан тесіп бір тамшы шықса да шығарып алу керек. Қанды қараңыздар қалай қою. Бір тамшы шықса да. Тура сол сияқты, мына қолдарында тура сөйтіп не қылып, кесіп, көрдіңіздер қалай. Бір тамшы шықса да осылай істеу керек та. Кейін мыналарды дәл солай қайталау керек. Үй жағдайында сразу соның нүктелі массаждың артынша жантақтан бір қасық мынау укроптан бір қасық, құрғатылған укроп бол, домашний укроп, содан бір қасық саламыз. Укроптан да бір қасық саламыз. Сосын сразу 5 минут дымдап қоямыз. Сүзгіштен өткізіп ішіледі. Сосын бұл не үшін беріледі десеңіздер, мочаны айдайды бұл. Сразу мочаны айдағаннан кейін давление де өздігімен жайлап түседі. Кейін жантақты білесіздер ғой, бұл өтті айдайды. Өттен де давление шығып жатқан болуы мүмкін.